بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті бауырлар, мединский курс кітабын оқуды, үйренуді жалғастырамыз. Ад-дарс-ас-сани вал-ашрун. Бүгін 22-ші дәріс. Әлхамдулилля. Кітаптың бітуіне бір ғана дәріс қалды. Бірінші томның бітуіне бір ғана дәріс қалды. Бүгінгі дәрісте түстер айтылады, цветтер, яғни әртүрлі түстер айтылады, және де мамну минас сарф деген сөздер бар. Сарф қағидасына бағынбайтын сөздер бар, соларды да үйренесіздер иншалла. Үйренгенде қалай сол сөздерді көрсетіп қана береді, болды. Қайталап айтам бауырлар, кітаптың берген материалынан артық ештеңе үйренбеңіздер. Өйткені бұл бірінші том. Сіздер енді сөздік қор жинап жатқан адам болсаңыз, енді сөздік қор жинап жатқан оқушы, жаңағы үйреніп жатқан адам болсаңыз, енді сөздік қоры жиналып жатқан жаңағы шәкірт болсаңыз, кітаптың материалынан артық ештеңе оқымаңыз. Сарф наху бөлек оқып жүрмеңіз, керек жоқ пока что. Екінші, үшінші томдарында өзі үйрететін керекті нәрсені өзі береді, кітаптың материалында береді. Осы кітапты құрастырған шейхтарға, олардың біліміне сеніп, олар берген нәрсені ғана алыңыздар, болды. Одан артық әлі керек емес. Өйткені бұл кітапты құрастырған шейхтар бұл кітапты құрастырған кезде міне осы нәрсені пока что үйрену керек, бұдан басқасы керек емес деп, басқа нәрсені кітапқа қоспаған. Егер сізге ауадай қажет нәрсе болса, кітаптың материалына қосар еді. Жарай ма? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Хамидун табибун. Хамид дәрігер. Заужатуху мударрисатун. Оның әйелі, оның жұбайы мұғалім, мударрисатун, мұғалім. Исмуха Амина. Оның есімі Амина. Хамидун лаху арбаату абна. Хамид, оның 4 баласы бар. Олар, балалары Хамза, Хамзату ва Асман ва Ахмад ва Ибрахим. 4 баласы бар. Ахмад ва Хамза талибан. Ахмад және Хамза екеуі де студент. Ахмад талибун мужтахидун. Ахмад ынталы, ықыласты студент. Ва Хамзату талибун каслан. Хамза жалқау студент. Қала Юсуф. Юсуф айтты. Қала айтты деген сөз. Қала айтты. Өткен шақта айтты. Сказал. Қала Юсуф. Юсуф айтты. Әнде хамсату ақламин. Менде 5 қалам. Яғни менде 5 қалам бар деген мағынада. Хада қаламун ахмар. Бұл қызыл қалам. Хада қаламун азрақ. Бұл және де бұл көк қалам. Хада қаламун ахдар. Және де бұл жасыл қалам. Хада қаламун асвад. Және бұл қара қалам. Хада қаламун асфар. Және бұл сары қалам. Қалат Зайнаб. Қыз бала айтты деңгізде қалат болады. Ол бала айтты деңгізде қала болады. Ер тегінде қала, қыз тегінде, әйел тегінде қалат болады. Женский родта. Қалат Зайнаб. Әнде манадилу касиратун. Менде көп битрамалдар бар. Яғни платочектер бар. Менде көп битрамал бар. Орамал дейміз ба, битрамал дейміз ба. Бізде битрамал дейді, кейбір жерде орамал дейді. Платочек қой, кішкентай қалтаға салып жүретін. Мендил жекеше түрі, манадил көпше түрі. Менде көп платочектер бар. Битрамал, орамалдар бар. Хада абияд, бұл ақ. Битрамал дейді тұр. Хада асфар, бұл сары. Хада ахмар, бұл қызыл. Хада азрақ, бұл көк. Азрақу, көк. Түстерді үйретіп отыр ғана жерде. Қалат лаха Фатима. Зейнеп айтты, оған Фатима, Зейнепке айтты. Фатима Зейнепке айтты. Әйндаки мендилун ахдар. Әйндаки, сенде жасыл орамал бар ма? Әйндаки, хәл әйндаки деген сөз. Сенде бар ма жасыл орамал дейді. Жасыл платочек бар ма? Зейнеп айтады. Ла, жоқ. Ма әйнди мендилун ахдар. Менде жоқ, ма әйнди деген жоқ менде деген сөз. Ма әйнди мендил. Ма әйнди китап десеңіз, менде кітап жоқ деген сөз.
Әнди китапты мән алып тастап, әнди китап десеңіз, менде бар деген сөз. Кітап бар. Мысалы, мән алып тастап, әнди миндилун ахдар десеңіз, жасыл орамал бар деп айтасыз. Мәні қойып жіберсеңіз, мә әнди миндилун ахдар десеңіз, менде жасыл орамал жоқ деген сөз шығады. Жоқ, менде жасыл орамал жоқ дейді. Қала Талха айтты. Әнди мафатиху кәсиратун. Менде көп кілттер бар дейді. Көп кілттер бар. Хәдә мифтахул ғурфати. Бұл бөлменің кілті. Хәдә мифтахул ғурфа. Бұл бөлменің кілті. Ва хәдә мифтахул хақиба. Бұл сумканың кілті. Кілттелетін сумкалар бар кішкентай. Ва хәдә мифтахус сайярати. Бұл және де мынау бұл машиненің кілттері. Мифтахус сайярати болады. Қала Суфиян айтты. Фи баладина, біздің елімізде масаджиду ва мадарису кәсиратун. Мешіттер мен мектептер көп. Біздің елімізде көп мешіттер, мектептер бар. Ва фанадиқу қалилатун. Және де қонақ үйлер аз дейді. Фанадиқу қалилатун. Қонақ үйлер аз. Көпше тұрғандықтан қалилатун кәсиратун тәмәрутамен келіп тұр. Хаулай атиббау. Хаула аналар, дәрігерлер ма, деген ма деген сөз ғой, ма ме ба пе. Аналар, то есть аналар деп қойған. Хаула деген мыналар, көпше тұры, хаданың көпше тұры. Мыналар дәрігерлер ма? Атиббау дәрігерлер. Деген ма, дәрігерлер ма? Ла жоқ дейді. Хум мударрисун, олар мұғалімдер. Хум улемау кибар. Олар үлкен ғұламалар. Олар үлкен ғұламалар. Әл-мамну минас сарф. Сарфқа бағынбайтын. Яғни сарф ережесіне бағынбайтын сөздер. Құрандағы морфология іліміне ме бағынбайтын сөздер. Әл-анваул атия, келесі түрдегі сөздер. Минал асма, келесі түрдегі есім сөздер. Мамнуатун минас сарф. Сарфқа бағынбайды. Ол деген сөз. Мысалға, Зайнап, я? Сәлләмту аля Зайнап десең, Зейнепке сәлем бердім десеңіз, сәлләмту аля Зайнабин емес, сәлләмту аля Зайнаба болады. Я? Сол сияқты. Мамну минас сарфна, сарфқа бағынбайтын сөздер. Аля мен деген келген кезде и келмейді, келеді. Өйткені ол бағынбайды. Өйткені ол араб тілінің сөзі емес. Зайнаб, Мариям, Зайнабу, Марияму, Фатимату, Айшату, нәждегі сөздердің барлығы сарфқа бағынбайды. Адамның аттары, Кәслән деген, адамның аттарымыз уже сипаттары, Кәслән, жалқау, жауан, аш, атшан, шөлдеген, шабан деген тоқ. Тоқ адам айтады, ана шабан дейді, мен тоқпын. Мәлән, толы, полный деген сөз, толы бір затты айтады. Іші тола затта, мәлән дейді, тола дейді. Хәдәл финжан мәлән дейді, мысалы, бұл кесе тола деген сияқты. Адамның аттары Ахмад, мысалы, Анвар ең нұрлы деген сөз. Ең нұрлы. Самый лучезарный ма? Акбар ең үлкен, Асад ең бақытты. Нәжді түстер, абият, ақ, әсват, қара, ахмар, қызыл, асфар, сары, ахдар, жасыл, азырақ, көк. Нәжде шет тіліндегі аттар Уильям деген, кәдімгі ағылшындағы Уильям деген ат. Эдуард деген Эдуард, кәдімгі Эдуард. Лондон, кәдімгі Лондон. Париж, Париж. Пакистан, Бағдад, кәдімгі Бағдад. Ибрахим, адамның аты. Исмаил, Исхақ, Яқуб, Юсуф. Арғарай, Ағния, Асдиқа, байлар, Асдиқа, достар, Ақуя, күштілер, Атиба, дәргерлер. Мамну минас сарф. Фуқара, кедейлер, мұқтаждар, өзара, уәзірлер, зумәлә, жолдастар, улама, ғұламалар, мамну минас сарф. Масаджиду, мешіттер, мадарису, медреселер, мектептер, фанадиқу, қонақ үйлер, макатибу, парталар, дақаиқу, минуттар. Манадилу, битрамалдар, орамалдар, платочктер, яғни мафатих, кілттер, фанаджин, кеселер, карасию, орындықтар,
Тәмрин дейді мына жерде. Иқраил калиматил атия. Келесі сөздерді оқыңыз. Вактубха, және де жазыңыз. Маға дабти ауахириха. Соңғы харакатын дұрыс қойып жазыңыз дейді. Аларды оқисыз да, ана жерден көріп алып, соңғы харакаттарын қойып тұрып жазып оқисыз. Жаңа сөздер. Әл-калиматул жадида. Финжан. Әл-финжану кесе, фанажин кеселер. Әл-мадрасату мектеп, мадарису мектептер. Әл-масджиду мешіт. Әл-масаджиду мешіт, масаджиду мешіттер. Әд-дақиқату минут, дақиқу минуттер, минуттар. Қала айтты ертегінде, қалат айтты әйелтегінде. Қалат Фатима, қалат Айша, қалат Зайнаб. Айтты әйелтегінде. Қала Расулуллах, Алла елші айтты. Қала Наби саллаллаху алейхи ва саллям. Қала Аллах, Аллах айтты. Қала Омар айтты деген сияқты. Ары қарай мендил, бетрамал, платочек, орамал, манадил көпше түрі. Мифтах, кілт. Әл-мифтах, кілт. Көпше түрі мафатих, кілттер. Абьят, ақ, ахмар, қызыл, ахдар, жасыл, әсуат, қара, азрақ, көк, асфар, сары. Келесі дәрісте 23-ші дәрісте өтеміз. Ең соңғы дәріс. Алла соңына дейін оқып үйренуді нәсіп еткей, жеңілдік берген иншалла түсінуді. Ва ахиру давана анил хамдулиллахи раббил аламин.